Бірінші қыркүйек білім күні қарсаңында Қазақмыс корпорациясы Алматыдағы мектептерге кітап сыйлады. 2000 тиражбен басылып шыққан рухани азық қазақша үйренейік деп аталады. Оны Алматы қаласының білім басқармасы өтініш айтып сұратыпты. Өйткені былтыр көп арасында кең сұранысқа ие болған қазақ тілін үйрететін кітаптың ерекшелігі қандай? Тақырыпты алматылық әріптесім жалғастырады. Алматыдағы мектептердің кітапханасы білім күні қарсаңында керемет дүниемен толықты. Бүгін Қазақмыс корпорациясы жаңа оқу жылының қарсаңында оқушыларға қазақша үйренейік кітабын сыйлады. Оқулықтың ерекшелігі сол, қазақ тілін ойын түрінде оңай үйретуге болады. Кітапта қазақтың әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі аңыз бен ертегі түрінде берілген. Оқулықтың алғашқы легін Қазақмыс корпорациясының өкілдері қалалық білім басқармасына тапсырды. Кітапты өзіміз ашып қарап көрдік. Қазақ тілін меңгеруде, қазақ тілін үйренуде оқушыларға таптырмас құрал. Және де бұл құралдың, бұл әдістеменің ерекшелігі жай ғана грамматика арқылы, әдістеме арқылы үйрену емес, қазақтың, қазақ елінің, Қазақстанның тарихын, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін көре отырып, түрлі жаңалықтарды өзіне ашып отырып, қазақ тілін үйренетін болады. Сондықтан бұл біз үшін үлкен сый, барлық оқушылар атынан осы Қазақмыс корпорациясына үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазақмыс корпорациясы оқулықтың көпшілік арасында кең сұранысқа ие болғанын айтады. Сондықтан биыл да өткен жылғыдай 2000 тиражбен басып шығарған. Кітаптың көркін керемет иллюстрациялар, сапалы ақпарат келтіріп тұр дейді корпорация өкілдері. Осылайша игі бастама арқылы қазақ тілін үйренетіндерге қолдау көрсеткілері келгенін айтады. Надеюсь, подвигнут больше людей изучать казахский язык. Кітаптың ерекшелігі сол, қазақ тілін оңай үйренуге болады. Мұндай игі бастамаларды қашанда қолдауға дайынбыз. Қазақмыс корпорациясы әлеуметтік мәселелерді қолдауға, көмектесуге келгенде ешқашан аянып қалған емес. Біз республика деңгейінде түрлі салаларда демеуге атсалысып жүрміз. Кітаптың көпке пайдасы тиетіне сеніміз мол. Оқулық қазақ тілін үйренгісі келетіндер мен үйреніп жүргендерге көмекші құрал болатыны сөзсіз. Алматыда 215 мемлекеттік мектепте 300 мыңнан аса бала білім алады. Енді ұстаздар қауымы білім күніне дейін кітаптарды таратумен алыспақ. Тіпті ол үшін жауапты мамандар белгіленіп, оқулықты білім ұйымдарына жеткізіп бермек. Жадырау Маржан, Нұрлан Досмағамбетов, Атамекен бизнес.